Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Жапондардың күтім жасауына басқа халықтар қызыға қарайды. Оған қоса жақсы косметикалық құралдар, озық технологиялар және сұлулық рецептілері жапондардан шығады. Жапондар өз мәдениетін және дәстүрін сақтайды. Ол жақта дүкендерде иіс қарқындылығын өлшейтін электронды құрылғы да сатылады екен. Қосымша, хош иісті құралдарды қолданбай-ақ табиғи иісті сақтауға және жағымсыз иістен арылуға көмектесетін жапондардың 5 ережесін сіздерге ұсынатын боламын. Бірінші, азық-түлікті дұрыс таңдау. Ауыздан шығатын иіске тамақтану тікелей әсер ететіні белгілі. Жапондар еттен жасалған тағамдар тердің иісінің қатты шығуына әсер ететінін байқаған. Сондықтан әйелдер оны аз жеуге тырысады. Жемістер мен көкөністер, қызыл балық, теңіз өнімдері және шөптік шайлар бұл ел тұрғындары рационның негізі. Сондай-ақ олар рационды сүтті өнімдер мөлшерін азайтуға тырысады. Екінші, жүйелі түрде тіс жуу. Біз тісімізді күніне 2 рет жуамыз, ал жапондар тісін әр тамақ жегеннен кейін тазалайды. Олардың көпшілігі өздерімен бірге щеткаларын алып жүреді. Үшінші, ауызды шаю. Үйге келген кезде жапондар тек қолдарын жуып қана қоймайды, сондай-ақ ауыздарын сергіштік құралмен шаяды. Олар тамақтан кейін де сыртқа шығарда да бұл әдісті жасайды. Төртінші, қарама-қарсы душ немесе босаңсытушы ванна қабылдау. Қарама-қарсы душ немесе ванна қабылдау тер бөлінуінің азаюына ықпал етеді. Сондай-ақ олар аптасына 1 рет моншаға барып тұруға тырысады. Бесінші, косметика. Жапония барлық мүмкін косметикалық және күтім құралдарын шығарумен танымал. Мысалы, олардан колготки сыртынан тағатын аяққа арналған дезодоранттар, құрғататын спрейлер, тердегі ықпалды кетіретін кремдер кездестіруге болады. Жапондардың әтірі біздің әтірге ұқсамайды. Олар қатты сезілмейтін хош иістерді ұнатады. Олардың дүкендерінде капсула немесе таблетка түрінде әтірлер де сатылады. Оларды ішкеннен кейін хош иіс тері арқылы бөлінеді. Назарларыңызға рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.